Қайырлы сәлем достар, сендермен бірге Запилда. Мен ұйқымнан енді тұрып жатырмын, примерно жарты сағат бұрын ояндым, сол үшін қайырлы таң. Сіздерде бала кездеріңізде түсіңізді видеоға жазып, потом оны кино сияқты қарау деген арман болды ма? Менде болды. Ойлаңыздар, қандай күшті болушы еді, егер біз көрген түстерімізді өздеріміздің жақындарымызбен бөлісе алсақ. Бірақ та сондай түсімізді жазатын құрылғы ол только фантастика ма, әлде шынайы өмірде ол болуы мүмкін бе? Бүгінгі видеода біз сол туралы айтатын боламыз. Түсімізді видеоға жазуға бола ма деген сұрақты қоймай тұрып, біз өзімізге алдымен басқа сұрақты қою керекпіз. Біз вообще не үшін түс көреміз? Адамзат бұл сұраққа әлі күнге дейін нақты жауап берген жоқ. Біз көрші галактикада не болып жатқанын білеміз, бірақ та өзіміздің не үшін түс көретінімізді әлі күнге дейін дұрыс түсінген жоқ. Осы сұрақтың төңірегінде теориялар өте көп. Бірінші теория бойынша біз ұйықтап жатқан кезде біздің миымыздың санасыз, яғни бессознательный бөлігі күні бойы жиналған ақпараттарды сорттайды. Керекті ақпараттарды қалдырады, керексіз ақпараттарды өшіреді. Сол процесстен шығатын электр импульстарын біздің миымыздың саналы бөлігі қабылдай бастайды. Себебі оған басқа қабылдайтын еш нәрсе жоқ. Біз ұйықтап жатырмыз ғой. Сол кезде біздің санамыз әртүрлі кездейсоқ электр импульстарынан кішкене болсын логикалық оқиға желісін құрастыруға тырысады. Керек болған жағдайда сол оқиғаға басқа да миымыздан естеліктерді қоса алады. Бірақ та бұндай жағдайда түс көру процесі бұл эпифеномен болып есептелінеді. Яғни пайдасыз құбылыс. Ешқандай негізгі функциясы жоқ, жай ғана біздің организмімізде болып жатқан күрделі процестердің салдары. Бірақ та осыдан басқа тағы да бір теория бар. Ол теорияны ұстанатын ғалымдар біздің түс көру процесімізді керексіз деп есептемейді. Олардың ойынша түс көру адамдарды психологиялық түрде қауіп-қатерге дайындайды. Яғни репетиция жасайды. Сіз егер түсіңізде бір жақын адамыңыздың қайтыс болғанын көрсеңіз, және Құдай сақтасын, ол кісі шынайы өмірде қайтыс болса, сіз бұл жағдайды кішкене болсын жеңілірек қабылдайсыз. Яғни сізде былайша айтқанда психологиялық иммунитет болады осы жағдайға. Әрине, не үшін түс көреміз деген сұраққа жауап беру үшін біз сол түстеріміздің өздерін мұқият қарап зерттеу керекпіз. Осы жерде видеоның ең қызықты бөлігі басталады. Біз түсімізді видеоға сақтай аламыз ба? Біз ойлаған кезде біздің миымызда нейрондар өзара электр импульстармен алмасады. Сол электр импульстары айналаға электромагниттік толқындар таратады. Бұл толқындарды ғалымдар ми толқындары деп айтады. Және де сіздің миыңыз сіз ояу жүрген кезде қалай жұмыс жасаса, сіз ұйықтап жатып түс көрген кезде ол тура солай жұмыс жасайды. Және бір күні сіз көшеде кетіп бара жатып Төреғали Төреәліні көрсеңіз, сіздің миыңыз осы ойға байланысты ми толқындарын таратады. Және егер сіз Төреғали дегенді түсіңізде көрсеңіз, онда сіздің миыңыз тура сол ми толқындарын қайтадан тарата бастайды. Біздің миымыз үшін шынайы өмір мен түстің ешқандай айырмашылығы жоқ. Барлығы үшін бір нейрондық байланыстар қолданылады. Осыдан мынандай қорытынды жасауға болады. Егер біз адамның ми толқындарын оқи алатын құрылғы жасап, біздің әрбір ойымызға белгілі бір картинка немесе видеоны тіркеп, бір ортақ база данных ашсақ, көп ұзамай біз адамның түсінде не көріп жатқанын көрсете алатын программа жасап шығамыз. Қазір айтсам сенбейсіңдер, мұндай программа уже бар. Қазір біз сіздермен бірге реально осындай программамен жазылған адамның түсін көретін боламыз. Дайынсыздар ма? Міне, бұл жапондық жас жігіттің түсі, және де видео қарасақ, оның түсінде не көріп жатқанын примерно білуге болады. Ол басында шамамен қаланың ішінде жүрді, потом бір қызды көре бастады. Иә, бұл технология әзірше сіздің түсіңізді тек слайд-шоу ретінде ғана көрсетеді. Бірақ та келесі эксперимент сізді вообще таңғалдырады. Бұл экспериментте адамдарды ФМРТ деген құрылғының ішіне жатқызған. Бұл адамның әртүрлі ойы, әртүрлі іс-қимылы кезінде миының именно қай бөлігі жұмыс жасайтынын көрсететін аппарат. Қатысушыларды сол аппараттың ішіне жатқызады да, оларға әртүрлі видеоларды көрсете бастайды. Және де программа видеоны көру барысындағы қатысушылардың нейрондарының жұмысын есінде сақтап қалады да, біраз уақыттан кейін өзі YouTube'тағы 18 миллион 1 секундтық видеоларды пайдаланып, шамамен олардың не көргенін өзі құрастырып береді. Просто салыстырыңыздар программаның жасап шыққан видеосын. Сол жақтағы видео, сол қатысушылардың ФМРТ-ның ішінде жатқан кезде көрген видеолары. Ал оң жақтағы видео программаның қатысушылардың нейрондарының жұмыстарына сүйене отырып құрастырып берген видеосы.
Және барған сайын осындай программалар күрделеніп бара жатыр. Және де мынандай сұрақ туындайды. Егер мен мысалы түсімде бір досымды көрсем, ал досымның суреті немесе видеосы интернетте жоқ болса, сонда маған программа басқа бір адамның суретін көрсете ме? Ғалымдар бұл сұрақтың да шешімін тауып жатыр. Бұл адамдардың оригиналды суреттері. Ал оң жаққа қарай жылжысақ, программа сол адамның түрін, басқа да интернеттегі адамдардың түрін пайдаланып құрастыруға тырысып жатыр. Иә, әрине әзірше идеально құрастырып жатқан жоқ. Бірақ та және айтқандай, бұндай программалар барған сайын күрделеніп барады. Жақын болашақта бұндай программалар адамның түрін 90%-ға ұқсататын болады. Сіздерге қалай екенін білмеймін, бірақ та мен осындай құрылғының жақын болашақта пайда болатынына 100%-ға сенімдімін. Және ойлап қарасақ, бұл аппаратты түсімізді жазу үшін ғана емес, әртүрлі мақсатта пайдалануға болады. Мысалы, Черное зеркало сериалының бір эпизодында осындай құрылғыны қылмысты ашу үшін пайдаланады. Ал біздің Ұмытпа деген қысқа метражды киноны көрсеңіздер, осындай құрылғы адамның естеліктерін өшіру үшін пайдаланды. Айтпақшы, міндетті түрде біздің Ұмытпа деген короткометражканы көріңіздер. Былтыр осы киноның арқасында біз орталық Азия бойынша өткен үлкен киноконкурста үздік фантастика жанрында жеңімпаз атанғанбыз. Сілтемесі осы жерде болады. Сонымен достар, видеомыз аяқталды. Бүгінгі видео өте қызықты болды және ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басуды ұмытпаймыз. Комментарийға өздеріңіздің осы уақытқа дейін бір көрген ерекше түстеріңізді оқиға ретінде сипаттап жазсаңыз болады. Әзірше түсімізбен осылай бөлісейік. Менің Instagram аккаунтыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен Instagramда тұлғалық даму, саморазвитие бойынша видеоблогтар түсіремін. Көріңіздер. Айтпақшы достар, видеоның соңында мен сіздерге бір керемет YouTube канал туралы айтқым келеді. Бұл менің жақын досым Әсел Ошан деген қыздың каналы. Даже досым емес, бұл қыз мен үшін уже туысым сияқты болып кетті. Өскемен қалайсың деген сериалды көрдіңдер ме? Сол сериалда менің қызым болып ойнаған қыз Әсел. Вот сол өзіне канал ашып жатыр. Каналына кіріңіздер, видеоларын көріңіздер. Әсел өте ақылды, өте білімді қыз және оның видеолары сіздерге міндетті түрде пайдасын тигізетініне сенімдімін. Сонымен достар, бүгінгі видео аяқталды. Сіздермен бірге болған мен Арман. Келесі кездескенше сау болыңыздар.